Бұл мен Дамир. Бұл менің мектебім. Мен бұл мектепте оқығанымда мақтан тұтамын. Себебі біздің мектептің директоры Қарлығаш апайдан бастап, мұғалімдер де мектеп түлектеріне басты назар аударып, оқушылардың үлгерімдерін қадағалайды. Менің де алға қойған мақсатым осы мектепті жақсыға бітіріп, ұстаздарымның мақтанышы болып, армандарымды орындау. Біздің мектепте барлығы керемет. Әр күніміз қызыққа толы болып өтуде. Бұл менің ұстаздарым. Саламатсыз ағай. Қуаныш ағай, география пәнінің мұғалімі. Қуаныш ағай мектептегі интернет олимпиадаларының барлығына қатысып шыққан. Бізбен жарысып, арасында ләңгі теуіп ойын ойнайды. Көп тапсырма беретіні болмаса, негізі жақсы ағай. Ал мынау сұлу жас мұғалім тәрбие бөлімінің меңгерушісі Гүлжамал апай. Бұл апаймен тек тәртіп бұзылған кезде ғана жүздесеміз. Демек, бүгін тағы да кезекте талқылау болады деген сөз. Бұл Нұрызет. Нұрызет Қуаныш ағайдың сүйікті оқушысы. Өзі оқымысты бала, қолынан кітап түскен емес. Бұл Дияр. Дияр мектептегі әншіміз. Облыстық деңгейдегі байқаулардың жеңімпазы. Сонымен қатар, қыздардың көз құрты. Аружан, Дилназ, Сабина және Элиф пен Кәусар. Бұл кішкентай қыздар үнемі бірге жүреді. Өйткені армандары ұқсас. Сонымен қатар, Аслан балалар киностудиясының оқушылары және мектептегі ең сәнқой сұлу қыздарымыз. Болашақтағы армандары актриса болу. Қыздар, бүгін сабақтан кейін киім таңдауға барайықшы, жаңада қандай варианттар бар екен? Қыздар, киім алсақ алайық, бірақ розовый цветкен жыным келеді. Я, Динас, білеміз ғой сенің талғабыңды шынымен сабақ деген. Өзімізге қарудан қалдық қой, керек заттарымыз бен кремдерімізді тез алып алайық. Я, анамның дүкеніне барайық, ол жақта жаңа тауарлар келе жатыр десеген. Қыздар, қараңдар, үлкен қыздар өтіп бара жатыр ғой, бүгін олардан сұрап көрерміз. Олар университеттегі ең сәнді қыздар ғой. Я? Қыздар. Сәлеметсіздер ме сіздер? Қаяқта ең сәнді көйлектер сатылатынын білесіздер ме? Да, кстати, Дана, өткенде сен кимаған дүкен қасиет, Инстаграм берсеңші. Ой, қырсығай, мен телефоным қуаты бітіп қалды. Давайте әдеп айтымен көрерміз. Мен өткенде соның телефонмен сол инстаккаунтқа тіркелгенмін. Я, кейдер көрсетсең. Міне осы аккаунтты көрсеңдер болады. Осы аккаунтта жаңа топтамалар келіп жатыр, және скидкілер де бар. Осы сендерге әдемі тұрады деген өтсемін. Тағы да қаласыңдар көрсетсем. Сау болыңыз. Аят мектептегі ең красавчик жігіт. Аят өзімен қатар және өзінен кіші қыздармен сөйлескенді ұнатпайды. Үнемі өзінен үлкен қыздармен сөйлескенді ұнатады. Бұл Нұралы мен Дәулет. Бұл екеуі кеше өткен футболға байланысты келісе алмай жатыр. Нұралы футболды керемет ойнайды. Бұл Нұралының өз ойы. Ал Дәулет шынымен қақпада жақсы тұрады. Тек кейбір кісілер қателеспесе. Привет, Нұрдана. Сәлем, Дамир. Ақылбек, саған көмек керек емес пе? Айтпақшы, сен тарихтан тест жаздың ба? Тест жазбасам маған айт, көмектесейін. Рахмет, Жасия. Сен ше қазақ тілден тапсырмалар орындадың ба?
Ендеше кел қасыма отыр, бірге талқылайық. Бала махаббат дейсің ғой, жарайды. Сәлем достар, бұл менің сыныбым, мынау менің сыныптастарым, сәлем деп қойыңдар. Және де мен қазір сіздерді сыныптағы үлгілі оқушымен таныстыратын боламын. Бұл Дамир, сәлем деп қой. Сәлем. Бұл Айым. Айым өскен кезде танымал блогер болғысы келеді. Қазір Айымның 5 оқырманы бар. Олар өздерінің жан құрбылары. Айым, ау, сен тікелей эфирде отырсың ба? Қанша адам кіріп отыр? Маған неге ешкім кірмей жатыр? Қызысың Бағжан, сен ешқандай оқырманың жоқ, қайдан кіреді саған? Көрсетейінші бер. Рахмет құрбым. Ал бұл Бағжан. Бағжанның сыныпқа келгеніне көп болған жоқ. Сондықтан ол туралы еш нәрсе айта алмаймын. Біле білсең Айым, физикалық тұрғыда телефонның адамға зияны көп. Сонымен қатар электромагнитті өрістер барлық тіршілік көздеріне, соның ішінде адам организміне өте үлкен зардап тигізеді. Дамир, біле білсең, адамды ішіне өсектеген өте ыңғайсыз, және көп ойланған адамға зиян. Бағжан, ау. Бағжан, Анаң хабарласып жатыр ғой, сөйлесеңші. анау қалыңызға ба? Алло, анашым. Дер кезінде келдің, Гүлсара. Ау, не болды Дамир? Ештеңке емес, осылай ішімдеген білдіріп қоя беретін ба. Ағадай! Гүлсара сыныптағы ең тамаша қыз. Жігіттердің де, қыздардың да бүкіл сырын біледі. Өзгенің сырын өзгеге айтпайды. Тіпті өзі өнерлі. Мектептегі іс-шараларда белсенді болып жүреді. Тоқтатшы. Бұлайнан жатқызған кезде жағынан бір ұру біреуге еді. Айтпас қабет удар мықты. Бұл Аружан мен Сабира. Олар осы мектептегі спортсмен қыздар. Жастарша айтқанда Решалағо. Жалғыз мектепте емес, өздерінің аулаларында да барлығының мәселелерін осы екеуі шешіп беретін көрінеді. Бұл тоқылдаған дауыс не деп отырсыздар ма? Бұл қазақ тілі әдебиетінен беретін Залипа апай. Мектептегі ең қатал апай. Сәлемет бол. Қане, үзіліс уақыты бітті. Кішкентай сыныптағылар өзіміздің сыныбымызға барамыз. Ал бұл Құлпынай. Құлпынай бірінші сыныптан бері келе жатқан сынып старсты. Өзі сондай пысық, әрі ақылды. Бәрінің көңілін тапқыш. Кейде апайлардың өзі Құлпынайға қызыға қарайды. Қане, әркім өз ордана. Анау не тақта, кім кезекші? Бұл не шу? Дауыстарын коридорға дейін естіліп жатыр. Кәні, отырыңдар. Бүгін көктемнің алғашқы күні құтты болсын. Және де бүгін алғыс айту күні екен. Соны пайдалана отырып, мен сендерге шын жүрегімменен, сендердей сүйікті де сүйкімді, тәртіпті, үлгілі оқушыларым барына шын жүрегіммен алғысымды білдіремін. Апай, біз де сізді алда келе жатқан 8 наурыз мерекеңізбен құттықтаймыз. Әрқашан сұлу болып жүре беріңіз. Рахмет жандарым. Ал енді кітап дәптерлерімді, қаламсаптарымды алып дайындалыңдар. Балалар, осы алда келе жатқан наурыз айында тағы да қандай мерекелеріміз бар балалар? Нұрай, айта қойшы. Бізге келе жатқан мереке 8 наурыз. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні. Бұл күнде жігіттер қыздарға өздерінің сыйлықтарын береді. Солай ма? Тағы да қандай мерекеміз бар? 22 наурыз. Бұл қазақтың жаңа жылы. Бұл күнде күн мен түн теңеседі және наурыз көже пісіреді және киіз үй тігіледі. Күннің жаңаруы, иә? Өзіміздің қазақтың жаңа жылын жақсы қарсы аламыз. Иә? Қайырлы күн.
Бүгін балалар, бүгін сіздердің қатарларыңызға келіп 187-ші мектептен ауысып келген Айсұлу есімді қыз келіп қосылатын болады. Бір-біріңізбен танысып, жақсы қарсы аласыздар деген ойдамын. Зәлип апай, енді Айсұлуды өзіңізге тапсырамын. Таныстырып оқушыларға өзіңіз реттей бересіз ғой. Және бірер минуттан кейін мұғалімдер бөлмесіне келіп кетіңізші. Сізбен ақылдасатын бір-екі шаруалар бар еді. Жарайды. Жақсы ендеше балалар, сау болыңыздар. Ал балалар, жаңа өздерің естідіңдер, енді мен мұғалімдер бөлмесіне барып келейін. Шуламай, сабыр сақтап отырамыз. Айсұлу мен емін-еркін танысып алыңыздар. Келістік пе? Бұл классқа вообще ұл деген келеді ма? Мұна 8 ұлдан езі болдық қой, іш пістіріп жіберіп тіпті. Солғы балдар келгенде төбелеседі. Соны айтам, төбелесетін бір бала жоқ. Туф, Дамир бар емес па? Дамир жақсы ғой. Дамирді жақсы көріп қапты ғой. Аружан бағана менен ручка алып едің ғой. Ручканы қоя тұршы, нағыз красавица екен, бәрі құлдар сынатын болды ғой. Әдемісі әдем екен, бірақ Дамирді қатты уайымдапты. Уайымдама, Дана. Дамир менен басқа ешкімді жақсы көре қоймайды. Қойшы, уақытысы келгенде көрерміз. Қыздар, біле білсеңдер, жігіттерге бірінші сезім бар екен айтпау керек. Әйтпесе олар өзінше болып кетеді. Дұрыс айтасың. Жігіттер, 8-ші наурыз жақындап қалды ғой, кетіп сыртқа барып ақылдаспайды. Жиналыңдар жігіттер. 8-ші наурыз жақындап қалды ғой, вечерден басқа не ойларың бар, айтсыңдаршы. Өмірінде аузынан сыйлық, мейрам деген сөздер шықпайтын ағали, мұнда бір мән бар ғой, вечернес тастандар бас-басымызға 7 қыздан алып, не істейміз? Одан да кішкентай концерт істеп, кіші сыйлықтар беріп құтып кете салайық, оның үстіне кешке жасаған папа жібермейді. Біздің кластың ұлдары шет-шетіне қыздарын қорғашта қапты ғой. Жігітті, сендер ақылдаса беріңдер, мен ағайға барып келейін. Жігіттер бізге вечер жасайын деп жатыр екен. Еде сыйлық етейік та. Давай. Жігіттер, бізге вечер жасайын деп жатсыңдар ма? Еден сұранып қоя берейік па? Жігіттер вечер жасамақ қойындар, бармаймыз, братандар жібермейді. Сенде кім вечер жасайын деп жатыр? Өзіміздің қыздарымызға жасаймыз, жасасақ, келмей қойыңдар. Бір Ару, сен өмір бәрін құртып жүресің. Аружан, уайымдамаш, жасайды вечер. Ағадың, біле білсең, қыздарға жігіттер сыпайы сөйлеген ұнатады. Сондықтан қыздарға сыпайы сөйлеу керек. Мейлі ол қызды ұнатпасаң да, сен ұнататын қыз сені естіп, сенен қашқақтауы мүмкін. Бұл дәлелденген нәрсе. Рай, сен бізге үнемі ақыл айтып жүресің, сен кім жақсы көресің? Ол Дамир жақсы көретін жар. Жігіттер, менде бір идея бар. Қыздармен қосып, аналарымызға да сыйлық алайық, олар да қуанып қалсын. Дамир, портрет болмаш, бірінші қыздарға алып алайық. Өзіміз азбыз, ақшаны қайдан аламыз? Аналарымызды әкелеріміз алып бермей ма? Қатталып бергенге батса алып берсей? Дамир, шешем болмай, бізден бөлектеніп, не болмайтын әймені ортаға тыға бересің. Бұларың болмады, жігіттер, бұларын қолдай алмайым. Дамир, сен қолдағанды күтіп тұредік, барсай қыздарыңа саған қалған шығар. Сәлем достар, бүгін біздің сыныптасымыз Томирис
бірінші орын алды. Құтты болсын, Томирис, жеңісің құтты болсын. Рахмет. Ал қалай болды? Бізге барлығын айтып берші. Ол сосын айтармын. Сендерге келген сыйлығым бар. Қыздар Дамир, саған не болды? Көңіл күйің жоқ қой? Ой, жоқ, өзіміз ғой, ештеңке емес. Қайда бара жатырсың? Қазір апай келсе ұрсады ғой. Я, қазір барамын. Бұл Дилназ. Біздің мектептегі бастауыш сыныптар арасындағы көз аруы сайысының жеңімпазы. Сонымен қатар директордың қызы. Өзі бір сондай тәтті қыз. Сәлем достар, қазір мен өзімнің бьюти-боксымен сіздерді таныстыратын боламын. Онда ең бірінші теннен бастайық. Бұл Кайлидің тені өте керемет, күшті. Және де менің қасымда отқан ол Айслу, менің құрбым. Аям. Туш берш. Ей, қыздар, вообще бояна бермеңдер, сулар өздеріңе жараспайды. Дұрыс айтасың. Тем более қазіргі жігіттер боянған қыздарды ұнатпайды. Мысалға, өзім секілді табиғи сұлулығы бар қыздарды ұнатады. Нұрдана, тем более вообще-то деген сөздерді қоспашы, қазақша сөйлесейш. Чё ты ревнуешь? Дамирді қызғанасың ба? Құмаш, бұл жерде оның не қатысы бар? Қыздар, бояу жігіт анау-мынау деген тастандар. Қазір тарих сабағы емес па? Одан да сабағымызды оқиық. Қыздар, тыңдандар, мен жаңа сырттан келе жатырсам, жігіттер бізге 8 наурызға кеш ұйымдастырайын деп жатқанын естіп қалдым. 8 наурызға? Не сыйлайды екен? Біздің жігіттер өзгерейін депті. Жоқ, ештеңе де болмайды. Жаңа ғана Ару бәрін құртты. Аружан, уайымдама, вечер болады, әсіресе саған Айсылу. Бір қойында шолай айтуға себеп жоқ. Ренжіме Айсылу, біздікі ойын ғой. Маған бір Гуччидің сумкасын сыйласа екен ғой, историяға салып мақтанатындай. Қыздар, қойыңдар, солар бір 1000 теңгетін затын сыйласа да болады. Бастысы көңіл ғой, өздері азақ. Дұрыс қой, бастысы көңіл ғой. Тапсырмасы бойынша сіздерге тарих сабағынан тест құрастыруды бердім. Қаны барлығымыз тапсырмаларды көрсетейік. Келе ғой Нұрай. Саламатсыз ба, апай? Сыныптағы Айсылу есімді сұлуды жібере тұрасыз ба? Айсылуды? Сіз кімісіз, інісіз ба? Жоқ, апай, інім емес. Жоқ, апай, інісіміз досымын ғой. Досы болсаңыз сабақ біткеннен кейін келіңіз жарайды ма? Қаны балалар, тыныш, тапсырмаларымызды орындаймыз. Жақсы, Нұрай, Құпынай орындарыңызға отырыңыздар. Қаны балалар, қалғанымыз Нұрай мен Құпынайдың тапсырмаларынан қарап, үйге берген тапсырманы тексеріп аламыз. Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен жүздесіп отырғаныма қуаныштымын. Бүгін біздің сынып аналар мерекесіне арнап 8 наурызға байланысты мерекелік кеш ұйымдастырып жатыр. Және де қазір мен сіздерді өзімнің әдемі сұлу сыныптастарымызбен таныстыратын боламын. Ал бұл біздің сүйікті аналарымыз. Және де Дияр біздің халықаралық байқаудан бас жүлде алып келді. Бүгін Нұрдана мен Дана бірге отырып қапты ғой. Әшейінде екеуінің басы піспейтін еді. Дананың көңіл күйі жоқ секілді. Онда Данадан барып не болғанын сұрап келейік. Дана, бұндай өте керемет күнде неліктен сенің көңіл күйің жоқ? Сол неге көңіл күйің жоқ? Дамир жоқ, не болды екен? Қатты уайымдапты. Ой, сол Дамир ма? Дамир. Шынымен Дамир бүгін көрінбейді. Онда мен жігіттер жағынан барып сұрап келейін. Ортаға өзінің әсем әнімен Ақылбекті шақырамыз.
ішімнен сен таңдалдың, басым шешіп алайықшы шандалдан. Махаббатқа жолды салып берсеңші, жүрегімнің кодын таппай сандалдым. Махаббатқа жолды салып берсеңші, жүрегімнің кодын таппай сандалдым. Қардан да ақ беттің, басыма бақ беттің, орамал тақ келін болсаңшы ақ келін. Қардан да ақ беттің, басыма бақ беттің, орамал тақ келін болсаңшы ақ келін. Қыз бала гүл атты әнімен Қалдыбаев Дәулетті ортамызға шақырамыз. Қыз бала күнге сай болып, толықсып тұрар ай болып. Қыз бала күнге сай болып, толықсып тұрар ай болып. Қарағат гүлдер қасына, қарайсың көңілің жай болып. Қарағат гүлдер қасына, қарайсың көңілің жай болып. Ендеше келесі кезекті біздің озат оқушыларымыздың бірі Иззат Дамирді ортамызға шақырамыз. Жоқ ол бүгін, келген жоқ. Кемем деген ал бізге. Кешіріңіздер асыл аналар, Дамир белгілі бір себептерге байланысты бүгін кешімізге келе алмайды. Ал ендеше келесі... Құлпынай, тоқта, мен келдім. Мәссаған, Дамир, сен бізге тосын сый жасау үшін осылай жасадың ба? Құрметті ата-аналар, кешіккенім үшін сіздерден кешірім сұраймын. Бүгінгі мерекелік концертіме дайындаған тартуымды қабыл алыңыздар. Мұқағали Мақатаев. Шеше, сен бақыттысың. Шеше, сен бақыттысың, жыламағын. Жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның. Сондықтан да жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын. Өлмеймін, мен өзіңдей асылданмын. Таусылып, өз-өзіңнен шашылмағын. Байырғы берекеңді қашырмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа, өзім кепіл тот басып тоз басыма. Екі жыр жазсам саған бірін арнап, шеше деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім, кеше көрсін кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Шеше, сен бақыттысың тербете бер, құбаталдай иілген бесігімді. Үлкен рахмет. Бүгінгі мерекелік концертімізге келіп отырған асыл әжеме дайындаған тосын сыйымды қабыл алыңыздар. Ал ендеше өзімнің аналарымдай болып кеткен сыныптастарымның аналарына да дайындаған сыйлықтарым бар. Қане жігіттер, көмектесіп жіберіңдер. Қап аттеген-ай, Дамирдің бүйтіп бөлектеніп кеткенін білгенде барлығымыз аңларымызға сыйлық алып келетін едік қой. Я, соны айтам. Я, Дамирдік үнемі осы ғой, әркімге өзін жақсы қылып көрсеткісі келеді. Енді аналарымыздан ұят болды. Не істейміз жігіттер? Кетіп жүріңдер. Дамир, сен бізге өзіңнің нағыз жігіт екеніңді дәлелдедің. Рахмет, Дамир, бір неден сатып қалдым. Рахмет, бауырым. Біз сен жайлы басқаша ойлап қойып едік, ренжіме. Дамир, сен бірақ соншама сыйлыққа ақшаны қайдан алдың? Шынымен, қайдан алдың сен? Қайдан алдың ақшаны? Мен сендерге идея айтқаннан кейін ұзақ ойландым, не істесем екен деп. Тіпті ата-анамнан ақша сұрайын деп едім, бірақ олардан ақша сұрап, қайтадан оларға сыйлық алып бергенім дұрыс болмас деп ойладым. Қалайсыңдар? Сенен бірдеңке сұрайын деп едім? Аға сұрай берді. Осы сен папаң аса болып жұмыс істемей ме? Маған ақша керек болып тұр еді, қасына өлең айтсам бола ма екен? Аға сұрақ көрейін. Алло, папа, менің 2 жас үлкен жоғарыдағы кластағы бір ақша керек болып тұр екен. Соған той қашан болады? Я. Аға жиырмасында болады екен. Жарайды.
Дамир? Иә, бұл мен ғой, Дамир. Не болды? Мектептесіз бе? Мен сізбен жолықсам деп едім. Жарайды. Мен кабинетте отырым, келе ғой. Иә, қазір бара жатырмын. Иә. Сәлеметсіз, апай. Сәлемет бұл. Мен Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай ұйымдастырылған конкурсқа қатысқалы жатырмын. Талабың болсын, иә. Сол конкурста бас жүлдеге ұялы телефон береді екен. Иә. Ал мен сол ұялы телефонды ұтып алып, 8 наурызға анама сыйлық жасағым келеді. Керемет ой екен. Талабың оң болсын. Иә, менен қандай көмек керек? Маған сол байқауға дайындыққа көмектесесіз бе? Әр уақытта. Қай кезде көмегімді аямар дедің? Мен дайынмын, иә. Қандай Абайдың шығармасын алдың? Абай Құнанбаевтың бірінші қара сөзін алдым. Керемет. Ал, баста тыңдай. Абай Құнанбаев, бірінші қара сөз. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық. Әурешілікті көре-көре келдік. Қиындықты айтса енді, басыңнан өткен қиындықты. Әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Асықпа, ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Асықпа дедің ғой, ал енді қалған өмірімізді люп пауыз алсайын, ойлансай әрмен қарай қайтып өткізетініңді. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзімде қайтып. Неге бағым жоқ? Неге? Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ. Тағы да бір дайындаламыз. Содан кейін тәуекел. Саған сәттілік тілеймін. Сеніңіз ақтаймын, апай. Әрине. Сау болыңыз, апай. Жақсы. Рахмет бауырым. Рахмет. Қазір сіздердің алдарыңызда халықаралық байқаулардың бас жүлде иегері елеусіз диярдың ән шашуын қабыл алыңыздар. Қазақ қызын намысын сыңғырлаған сезімдей, Айша